Бұл Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қарасты. Номері 4-ші Оранғай арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы. Өткен жылы ашылған орталық соңғы үлгідегі әрі заманауи қажетті құрал-жабдықпен толық қамтамасыз етілген. Келушілерге қолайлы жағдайда қарастырылған. Мұнда әртүрлі бейінді мамандардан құралған жалпы саны 99 қызметкер жұмыс жасайды. 3 жастан 18 жасқа дейінгі әрбір ем алушыға барлық арнаулы әлеуметтік қызмет түрі көрсетіледі екен. Бұл туралы мекеме басшысы Ләззат Әлімбайқызы айтып берді. Негізінде мекеменің жалпы төсек орны 60 орынға лайықталып отыр. Стационар жағдайында, яғни бір келген баламыз 3 жастан 18 жасқа аралығында дейін ата-ананың қалауы бойынша осыдан 18 жасқа дейін осында арнаулы әлеуметтік қызметтер тізбесін алатын болады. Және бүгінгі таңда жартылай стационар, яғни күндізгі қатынау бөлімінің құжаттарын рәсімделіп жатыр. Алла бұйыртса, күндізгі қатынау бөлімінде балдары бізге келетін болады. Балаларға оқу процесі қамтылған, яғни қарастырылған. Осында жақын орналасқан Төле би мектебімен меморандум түзілген. Мұғалімдері келіп балаларды осында оқытады. Яғни класстардың барлығы 1-ші класстан 11-ші классқа дейін класстар қарастырылған, ішінде оқуға керекті, қажетті жаңағы жиһаздармен қамтылған. Жалпы осы орталықтың іске қосылуы әлеуметтік қолдау мен оңалту қызметтерін жақсартуға зор ықпал етіп келеді. Бұл әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтуға және тұрғындарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Мекеменің техникалық базасына да басты назар аударылған, сапалы жиһаздармен жабдықталған. Мұнда 8 түрлі ем алушылар мәдени бағытта да түрлі үйірмеге қатысып, іс-шараларға белсенді атсалысады екен. Арнаулы әлеуметтік 8 түрлі қызмет көрсетеді, яғни оның ішінде әлеуметтік медициналық, әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік педагогикалық, психологиялық, экономикалық, еңбек, мәдени және құқықтық экономикалық қызметтер көрсетіледі. Одан кейін мысалға мәденидің өзі балаларымыз түрлі мәдени іс-шараларға қатысылады. Облыстық, республикалық деңгейде жарыстарға қатыстырылады. Менің балаларым мысалға жаңада айтып өттім, интеллекті сақталынған болғандықтан паратанцы деген бар, яғни коляскідегі би. Сондай қолөнер сайыстарына қатысамыз, түрлі жаңағы мәдени іс-шараларға барамыз, билейміз. Қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында орталықта түрлі дамыту мен емдеуге арналған заманауи аппараттар бар. Қажеттілігі және баланың диагнозына қарай білікті мамандар балалармен түрлі бағытта үздіксіз жұмыс жасайды. Балаға жалпы ДЦП балдарға, сал ауруының балдарға аттың баламасы болғандықтан, бізге бұл жаңадан келген аппарат болғандықтан, баланың шатына, бел омыртқасын реттеуге, түзетуге арналған жаңадан келген атымыз ипотерапияға, фортис деп аталады.